Қайырлы күн баршаңызға. Сіздермен бірге Таңжарқын каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді, витаминге толы кереметтей салат әзірлейміз. Бұл салатты брокколи салат деп те атайды. Салатымызға қажетті заттарымызды дайындап, жуып тазалап алдым. Ең алдымен брокколимізді алып, керек емес жерлерін алып тастап тазалап аламыз. Суымызды қайнатуға қойып қоямыз. Осылай брокколиларымызды тазалап алдым, керек емес жерлерін алып тастадық. Суымыз қайнап тұр. Қайнап тұрған суымызға тұзымызды саламыз. Үстінен турап алған брокколиларымызды салып, 3 минутқа қайнатуға қойып қоямыз. Осылай қайнап жатыр брокколиміз. 3 минут өткесін сүзіп аламыз. Осылай брокколиларымызды сүзіп алдық. Енді осы ыстықтай брокколидің үстіне мұздай суымызды құйып, 1-2 минутқа қойып қоямыз. 1-2 минут өткесін төк тастаңыздар суымызды. Енді цветный капустамызды да алып, керек емес жерлерін алып тазалап аламыз. Суымызды да қайнатуға қойып қоямыз. Осылай цветный капусталарымызды тазалап, турап алдық. Енді қайнап тұрған суымызға тұзымызды қосып, турап алған капусталарымызды, цветный капусталарымызды салып, 5-7 минутқа қайнатуға қойып қоямыз. Қайнатуға қойып қоямыз. 5 минут өткесін мен сүзіп алдым. Осылай капусталарымызды сүзіп алып, үстінен мұздай суымызды құйып, 1-2 минутқа мұздай суға салып алып, қайта төк тастаймыз. Енді қалған заттарымызды турап аламыз. Тәтті бұрышымызды, сладкий перецімізді осылай сары түрін мен осылай турап алдым ұзынша ғып. Жегенге ыңғайлы ғып. Осылай сары болгарскийімізді және қызыл болгарскийімізді де барлығын бір келкі ғып, ұзынша ғып турап алдым. 3 түрінде қоссаңыздар, салаттарыңыздың түрі әдемі болады, әрі дәмді болып шығады. Осылай сладкий переціміздің қызыл түрінде турап алдым. Енді көк түрінде осылай керек емес жерден барлығын алып тастап, барлығын бірдей ұзынша ғып турап алдым. Осылай 3 түрлі тәтті бұрыштарымызды да, сладкий перецтерімізді турап алдым. Енді жартылай ашымыздың жартысын қостым. Бұны да турап аламыз. Осылай турап алдым. Енді бір сәбізімізді алып, теркамыздан өткізіп аламыз. Осылай сәбізімізді теркамыздан өткізіп, дайындап алдым. Сәбізіміз дайын. Енді қиярымыздан 2 дана қостым. Керек емес жерлерін алып тастап, қиярымыздың турап аламыз. Салатымыздың құрамына не қосқаным, қанша граммнан қосқаным барлығын төменгі описание бөліміне жазып қалдырамын. Осылай қиярларымызды да турап, дайындап алдым. Қызанағымызды алып, қызанағымызды да керек емес жерлерін алып тастап, қызанақтарымызды турап аламыз. Осылай қызанақтарымды турап, дайындап алдым. Укроп пен петрушкаларымызды, аскөктерімізді майдалап турап аламыз. Осылай салатымызға қажетті заттарымызды турап алдық. Енді чесногымызды майдалап турап, немесе осылай теркамызмен майдалап өткізіп алыңыздар. Осылай барлығын дайындап алдық. Енді ыдысымызды алып кеңдеу. Дайындап алған брокколимізді, цветный капустамызды саламыз. Сладкий перецтерімізді, тәтті бұрыштарымызды саламыз. Қиярымызбен қызанағымызды қосамыз. Жартылай ашымызды қосамыз. Сәбізімізді қосамыз. Чесногымызды қосамыз үстінен. Турап алған аскөктерімізді қосамыз. Тұзымызды, қара бұрышымызды, паприкамызды, кориандрымызды, осылай дәмдеуіштерімізді қосып алдық. Енді үстінен қызып тұрған
өсімдік майын құямыз. Осылай өсімдік майын құйып, салатымызды араластырамыз. Осылай біркелкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Осылай жақсылап араластырып алдым. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлығы жанға ұнайды. Өте дәмді болып шығады салатымыз. Осылай жақсылап араластырып алып, тарелкамызға салып, қонақтарымызға, отбасымызға ұсына береміз. Осымен витаминге толы салатымыз дайын. Егер сұрақтарыңыз болып жатса, комментарий бөліміне жазып қалдырыңыздар. Міндетті түрде жауап беремін. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді салат. Қош сау болыңыздар.